Қайырлы таң 5-ші арна көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға, әсіресе ата-аналардың назарларына белгілі психология мамандары Хейди Хобарт пен Даниэл Хобарттың осындай мектеп жасына дейінгі арналған мені мазалайтын қонжықтың хикаялары серия ертегі топтамаларын ұсынамын. Бұл балалар шамамен 3 жасында символдық қорқыныш деп аталатын қорқынышты сезіне бастайды. Балалардың ең кең тараған қорқынышы ол қараңғыдан қорқу қорқынышы екен. Осы қорқынышты жеңу, қалай батыл болу керек деген сияқты сұрақтарға мені мазалайтын не сериясы да жауап ала аласыздар. Бұл жерде бұл серия бойынша мен неден бақыттымын, мен неге қорқамын, және мен қалай батыл боламын, неліктен мен көңілсізбін ертегілері топтастырылған. Бұл ертегілердің барлығында жануарлардың өмірінен үзінді беру арқылы олардың өмірде өткен қиындықтары туралы айтылады. Және де бұл ертегілердің барлығында әлемдегі қорғауға алынған жануарлар туралы мәлімет беріледі. Сонымен қатар бұл ертегілердің соңында осындай психологтардың балалардың қорқынышы туралы кеңестері жазылған әрбір кітапта. Және де қонжықтың хикаялары сериясы бойынша бұл жерде жалпы қонжықтың әкесі күн сайын қайда кетеді, бұл ертегіде отбасын қалай асыраған кезде әкесі немен айналысатыны туралы, және бұдан әрі мені қалайша жақсы көрмексің анашым ертегісінде бұл жерде балалардың отбасына жаңа кішкентай адам келген кезде қалай қабылдау керек екенін сол туралы айтылған. Кәрі аюлар ағашқа өрмелей алмайды. Бұл ертегіде ата әжемен қалай қарым-қатынас жасау керек екенін, және де әрқашан біздің қалауымыз бола бермейтіні туралы жайында айтылған. Бұл серия бойынша бұл жерде соңында балалар тапсырмалар орындап, балалардың таным түйсігіне сәйкес сұрақтарға жауап беру арқылы бала ойлануға және де ойын жеткізуге үйренеді. Мені мазалайтын не және қонжықтың хикаялары 2 сериясында да жалпы балалардың неден қорқынышын қалай жеңуге болатыны, қалай батылырақ болу керек, неліктен олар көңілсіз болады, қалай бақытты болуға, осы сұрақтарға сынды барлық жағынан тапсырмалар орындап және сұрақ жауап арқылы балалар осы ертегілер бойынша жауап бере алады. Жалпы балалардың психологиясын түсінгілеріңіз келсе және бала психологиясын зерттегілеріңіз келсе, осы ертегілер арқылы өздеріңізге керекті ақпаратты ала аласыздар. Және осы кітаптардың барлығын біздің кітапханадан келіп үйге алып балаларыңызға оқи аласыздар.